Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы, Қазақстан Республикасының ұлттық кітапхана академиясының бастамасымен 2007 жылдан бері елімізде «Бір ел, бір кітап» атты акция жұмысы жүргізіліп келеді. 2021 жыл Қазақстанда тәуелсіздік жылы деп жарияланды. Осыған орай «Бір ел, бір кітап» акциясы да еліміздің 30 жылдық тәуелсіздігіне арналып отыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап акциясы отандық авторлардың поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиетіне арналып жазылған. Сондай-ақ әлемдік тілдерге аударылатын 30 үздік кітабы таңдалып алынды. Солардың ішінен поэзия жанрынан Жұмекен Нәжмединов «Менің Қазақстаным», Тоқтарәлі Таңжарық «Түн парақтары», проза жанрынан Тобық Жармағанбетов «Отамалы», аудармадан Агата Кристи «Ғайып болған миллион» кітаптарын сіздерге ұсынбақпыз. Жұмекен Нәжмединовтың «Менің Қазақстаным» атты өлеңдер мен дастандар жинағын ұсынады. Қазақтың қасиетті қара өлеңіне өзіндік түр, болмыс пен бояу әкелген аса дарынды ақын Жұмекен Нәжмединовтың бұл таңдамалы жинағына көзі тірісінде жарияланған өлеңдері мен дастандары және бұрын жарық көрмеген бір түп жаңа туындылары еніп отыр. Жұмекен Нәжмединов Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының мәтінінің авторы, әнін жазған Шәмші Қалдаяқов. Ән Жұмекен Нәжмединовтың шығармашылық жолының басында ақынның 21 жасында жазылған. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік әнұран жоғарғы мәртебесін беру мақсатында және оның салтанатты шырқалуы үшін музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеген. Елбасының арнайы жарлығымен 2006 жылдың 7 қаңтарынан ресми айналымға әнұран ретінде енген «Менің Қазақстаным» әні болған. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далама қарашы. Кең жер деген желгеден шықты ғой, дән егіп терлеген қалтақым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып еркемін, жырым болып төгілемін елім, туған ерім менің Қазақстаным. Тобық Жармағанбетов «Отамалы». Тобық Жармағанбетов повесть, әңгіме жанрында теледраматургия саласында қалам тартқан жазушы. «Отамалы» деп аталатын кітабы биыл «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясына енген. Кітап 2002 жылы Алматы қаласындағы «Раритет» баспасынан шыққан. Бұл кітапқа автордың «Қарала сиыр», «Отамалы», «Қызыл-ай», «Майлы аяқ», «Уақыт», «Жан», «Қара жаңбыр» атты әңгімелер мен хикаяттары енген. «Отамалы» әңгімесі ата-бабалардың өткен өлмеші өмірін, ауыр азалы тіршілігін танып түсіну үшін керек. Бұл әңгіме бүгінгі бақытты бағалай білу үшін керек. Әңгімені неліктен отамалы деп аталған? Бұл сөздің мағынасы қандай? Алдымен осыған тоқталайық. Отамалы көктемгі ауа райының ең жайсыз мерзімі. Көкек айының 11-інде кіріп 17-сінде шығады. Бұл кезеңнің отамалы аталу себебі бір байдың отамалы деген көршісі болады. Оқыған-тоқығаны болмаса да, ол дала сырын өте жақсы біледі. Күн райының бұзылайын деп тұрғанын біліп, байға қойды жайылымға шығармау керектігін айтады. Бірақ Ашкөз бай оған көнбейді. Сөйтіп, отамалы қойды жаюға шығады да 5 күн бойы соққан боранға ұрынады. Отамалы ауылдан ұзап шыққан кезінде жолында кездескен төбелерді жазушы «Қара жаулық жамылып» деп суреттейді. Жүрегін дір ете қалады. Трагедиялық таңбаны бірден түсінесің. Одан әрі кейіпкермен бірге арпалысып аққар, көк мұзды бірге кешесің. Әңгімеде мейірімнің кейін жатыр. Қазақ халқының рухани болмысын көрсететін жан есіне деген мейірбандық, рахым, жанашырлық, биік адамшылық, гуманизм отамалының әрбір іс-әрекетінен көрінеді.
ойлар қоздай бастаған сәттегі отамалының халін жазушының себер суреттегені соншалық кейіпкермен бірге жан ұшырып қорларды құтқаруға ұмтыласың. Тоқтарәлі Таңжарық, түн парақтары. Ақын «Дала мен қала» газетінің бас редакторы Тоқтарәлі Таңжарықтың «Түн парақтары» жыр жинағы туралы кітабына тоқтала кетсек, ақынның алғашқы жыр жинағына өмір мен өлім, ақ пен қара арпалысындағы сезімнің күңгірт бояулары шарпысқан жүректен шұбырлай туған өлеңдері еніп отыр. Кітап 2008 жылы Жалын баспасынан Жас толқын сериясымен жарық көрген. Орман және түс, мен, орман және түс деген 2 бөлімнен тұрады. 2014 жылы Польшада 4 жылда бір өтетін Еуропа ақындарының фестиваліне қатысуға шақырту алып, «Түн парақтары» кітабын белгілі ғалым, түрколог, Еуропа елдерінің түркітану орталығының жауаптысы Генри Ренковский поляк тіліне аударған. Жинаққа автордың тырнақалды туындылары енген. Өлеңдерін оқи отырып, автордың арманшыл, романтик екенін аңғарту қиын емес. Сонымен бірге философиялық астары бар өлеңдерде баршылық. Жылқы деп аталатын өлеңінде: «Шомылсын бұл дүние көкірегімнің нұрына, ат үстіне маздаймын, ат үстінде жылынам. Қара түнді қақ жарып, ақ ноқатқа айналып, қара жолдың үстінде будақ-будақ шаң қалып, мынау дала ұлына қалсын бір сәт таңданып. Мимырттаған тірлікке біз мінесіп болсақ та, қара өткелен өтейін, арлы-белі ойқастап, кетейін бұл ғаламға, кетейін бір ой тастап». Жылқы малының қазақ халқының тұрмысындағы орны қаншалықты бағалы, қаншалықты құнды екені баршамызға мәлім. Ал ақын осы өлеңінде арғымаққа отырып алып, арманына өміре асығып, арлы-берлі ойқастап шауып келе жатқандай. Агата Кристи детективті проза авторларының ішіндегі ең танымал жазушы. Агата Кристидің 60 детективті роман, 6 психологиялық роман және 19 әңгімелер жинағын шығарды. Оның пьесасы Лондон қаласында қойылған. Кітаптары 4 миллиардтан астам тиражбен сатылып, 100 тілден көп тілге аударылды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясы аясында Агата Кристидің «Ғайып болған миллион» атты туындысы еніп отыр. «Ғайып болған миллион» әңгімесінің негізінде фильмде түсірілген. Сіздердің назарларыңызға әлем мойындаған жазушының әңгімелер жинағын қазақ тілінде ұсынамыз. «Ғайып болған миллион» кітабына жазушының 11 әңгімесі еніп отыр. Ағылшын тілінен аударған Ахметов Әділ Құрманжанұлы. Сәлеметсіздер ме? Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасының құрметті оқырмандары. Менің есімім Зияда Баймұхамед. Мен бүгін сіздерге Агата Кристидің «Ғайып болған миллион» атты оқиғасын қысқаша баяндап бергім келіп отыр. Бұл оқиға 2 детектив жайлы: Пуаро және Гейнс. Пуаро өзі детектив, Гейнс оның досы. Олар үйде отырған кезде 1 миллион құны тұратын облигациялардың жоғалған жайлы оқиды да, Пуаро бұл жұмбақты шешпекші болады. Ол үшін бұл облигацияларды банкқа апаратын Филипп атты тұлғамен тілдеседі. Тілдескен кезінде Филипптің пайымдауынша, облигациялар жатқан чемоданды бірінші ұры бұзып ашпақшы болған, содан кейін арнайы кілтпен ашқан болатын. Бұл чемоданның сыры неде? Бұл чемоданның сыры бұл құлыпты 3-ақ дана кілт аша алады. Біреуі Филиппте, қалған екеуі Филиппті жіберген банк басшыларында болатын. Пуаро бұны шешу үшін банк басшыларымен тілдеседі. Банк басшылары мистер Шоу мен мистер Вавузар болады. Екеуі де банк басқаратын мықты тұлғалардың бірі. Екеуінің де айтуынша 2 кілт дана екеуінде болатын. Бірақ мистер Шоу облигациялар жөнелтілген күні бронхит тиіп ауырып қалдым деп мәлімдейді. Бұдан кейін Пуароның мәлімдеуінше облигацияларды
мистер Вавузар ұрлаған болатын деп мәлімдейді. Себебі бұл өтірік бронхитпен ауырып қалдым деп облигациялар жөнелтілген күні Филиппен бірге бір кемеге отырып, Филипптің шығып кеткен мезетін пайдаланып, біріншіден арнайы нені бұзбақшы болады чемоданда, одан кейін өзінде бар дана кілтпен ашып облигацияларды ұрлап алады. Мінекей, қысқаша осы оқиғаның пайымдамасы. Әрине бұл бірақ қана қысқаша пайымдама. Агата Кристидің бұл кітабында көптеген қызықты оқиғалар суреттелген. Мен сіздерге бұл кітапты оқуға кеңес бере аламын.